Так, Заимза 406 моторы, так, газель автокөлігінде, так, біз қазір мына оның кассасын, касса проводын, мотордың проводтарын түгелімен алып тастап, мында мына клиенттің алып келген, так, УМЗ 4216 сотка инжектордың, так, біз қазір проводын мында жалғайтын боламыз. Так, кеттік ендеше әрі қарай. Так, в общем, бізде өзінің кассасын шешіп болыпты. Енді, в общем, УМЗ 4216-ның кассасын жалғап келіп, вот мынандай моментке сталкиваться еттік. Так, УМЗ 4216-да отдельный 4 форсункіге өз алдына қысқа құртақандай провод келіп тұрады. Так, соны енді отдельно жалғайтын боламыз. Кассаны жалғап, газбен қосылған жері, газын бәрін жалғап, ойдамда зон. Так, былай қарай жалғанып бара жатыр. Мына жерде уже 4 форсункің шығады. И сосын әрі қарай касса тағы да екіге бөлінеді. Жартысы инжектордың үстіне, жартысы сыртынан кетеді. Так, сосын мына тұрған 3 реле. Мына жақтағы мына тұрған реленің бәрін алып тастаймыз. Так, кассадан біз бизнестің өзінің штикерін алып тастадық, газбен жалғанған жермен қоса. Так, оның орнына ЗМЗ 406-ның өзінің родной проводтарын жалғадық. Так, сол кішкене уақыт ұсаңқырап қалды. Так, бізде ЗМЗ 406 моторына УМЗ 4216-ның касса проводын салып, проводтарының бәрін жалғап, датчик распредвал, сосын лямбда-зон. Так, сосын мына жақтан так, датчик неровный дороги жалғанған жоқ. Так, сосын әрі қарай тағы да. Так, в общем, бізде осылай мәселе. Так, әрі қарай жалғасуда. Біз уже бәрін орнатып болдық, бәрін жалғап болдық. Енді қыздырып көретін боламыз. Сыртқы наружный бензин насос. Так, міне. В общем, қызуына әңгімесі жоқ.